Ассаламалейкум бауырым, досым, қазағым, қалайсың? Көңіл күйің қалай? Менің есімім Дастан Қалбекұлы. Мен сенімен бүгін сен үшін ең маңызды, ең қажетті және де ең құнды деген тақырыпта ой қозғағым келеді. Ол әрине уақыт. Уақыт теңдессіз байлық деп жатамыз. Атақты бизнес-тренер, мотиватор Семилиана Моридің өзі уақытты босқа өткізіп алғаннан асқан өкініш жоқ дейді. Біз шынымен уақытымызды қалай өткізіп жатырмыз? Мысалы, менің жасым 25-те. Бәлкім сен 18-де шығарсың, немесе 30-да, немесе 50-де шығарсыз. Сіз сол 18, 30, 50 жас аралықтағы өмірді тиімді пайдаландым деп ойлайсыз ба? Жоғарыда айтып кеткенімдей, уақыт теңдессіз байлық дедім. Бауырым, досым, бұлай жасайықшы. Мен сенің банк шотыңа күнделікті $86,400 ақша салам. Сен дұрыс естіп отырсың. $86,400 ақша салам. Бірақ мен қоятын саған бір шартым бар. Егер сен сол ақшаны бір күннің ішінде жұмсап жаратпасаң, ол ақша күйіп кетеді. Ал сен ол ақша күйіп кетпес үшін не істейсің? Пайдалы істерге жұмсайсың. Сен квартира аласың, сен жақсы бір машина аласың, болмаса бір керемет бір бизнес ашасың. Дұрыс па? Пайдалы істерге жұмсадың. Енді осы ақшаны біз уақытқа айналдырып көрейікші. Мысалы, бір күнде 24 сағат бар. 24 сағатты секундқа айналдыратын болсақ, 86,400 секунд уақытымыз бар екен. Біз жаңа ақшаны жақсы нәрселерге жұмсадық қой. Енді тура осы 86,400 секундымызды біз жақсы істерге жұмсау керекпіз. Жақсы нәрсеге жұмсау керекпіз. Тиімді пайдалану керекпіз. Біз уақыттың қадірін білу керекпіз. Бір күннің, бір сағаттың, тіпті бір минуттың өзінің қадірі бар. Біз бір минуттың қадірін кімнен сұраймыз? Самолеттен немесе пойыздан қалып кеткен жолаушыдан сұраймыз. Ол терлеп тепшіп, сумкасын көтеріп, жүгіріп келген кезде сіз бір минутқа кешіктіңіз деген сөзді естиді. Сол кезде ол бір минуттың қадірін түсінеді. Ал енді бір секундтың қадірін кімнен сұраймыз? Бір секундтың қадірін біз апат аузынан аман қалған жолаушыдан сұраймыз. Себебі оның барлық өмірі бір секундтың ішінде көз алдында сырғып өтті. Біз содан сұраймыз бір секундтың қадірін. Ал біз бір миллисекундтың өзінің қадірі бар. Құрметті бауырым, досым, бір миллисекундтың өзі адамның тағдырын шешеді. Оның біз кімнен сұраймыз? Оны біз олимпиадада күміс алып қалған спортшыдан сұраймыз. Себебі екі спортшы бірге келді, бірақ қарсыласының басы сәл ғана алға шығып кеткеннің арқасында ол күміс жүлдегер атанды. Бір миллисекундтың өзі адамның тағдырын шешетінін түсінді ол. Бірақ мен уақыттың қадірін білетін спортшыны да білем. Олардың бірі әлемге танымал мықты боксшы Майк Тайсон. Әлемнің мықты журналистері келіп, «Мәке, сенің әлем чемпионы болуыңа не себеп?» деп сұраған кезде, ол кісіде бірақ жауап болды. Мен уақытты дұрыс пайдалана білдім деді. Себебі менің қарсыластарым ұйықтап жатқанда, мен таңғы сағат 4-тен бастап жаттығу жасайтынмын деді. Соның арқасында, ол уақытты тиімді пайдаланғанның арқасында, ол кісі әлем чемпионы болды. Бауырым, досым, чемпион болуға сен де лайықтысың. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Ол үшін мен сенен көп нәрсе сұрамаймын. Жай ғана орныңнан тұр да әрекет ет. Істе, жаса. Бүгін ойландың ба? Бүгін жаса. Ертеңге қалдырмашы, бауырым. Себебі уақыт өтіп барады. Бұл уақыт бізді күтпейді. Жоқ, дәл қазір басташ, дәл қазір баста. Тастан ал телефоныңды. Жап ноутбукты. Бүгіннен басташ. Осы сәттен, бүгіннен, осы минуттан, осы секундтан басташ, бауырым. Мен саған сенемін. Мен сенімен біргемін. Бірге жасайық. Дайынсың ба? 3, 2, 1, кеттік. Сәттілік, бауырым.